Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен мен математика пәнінің мұғалімі Айбек ағайларыңыз. Бүгін бізде тақырыбымыз күрделі радикал, яғни күрделі түбір деп аталады, екінші атауы. Бүгінгі тақырыпта бізде түбір астындағы өрнек, егер түбірдің ішінде тұрған өрнегіміз толық квадрат түрінде берілетін болса, онда оны бізде келесі мынандай күрделі түбір секілді ашуымыз қажет болады. Бұл күрделі түбір дегеніміз қалай? Ол белгілі бір түбір астында тұрған астында өрнегіміз толық квадрат, яғни а плюс b-ның квадраты немесе а минус b-ның квадрат түрінде беріледі. Сол формуланы пайдалана отырып бізде түбірдің астынан шығаруымыз керек. Яғни байқасаңыздар, бұл жақтағы есептердің көпшілігі түбір астында және ішінде тағы бір түбір болып келеді. Осындай есептердің барлығын бізде күрделі радикал есебімен шығаратын боламыз. Мұнда біздің экранда тұрғандай қысқаша көбейту формуласы арқылы жазылған. Негізінен мына екеуі, біреуі минус таңбасымен, біреуі плюс таңбасымен берілген екен. Осы бізде ашуымыз қалай ашылатынын қазір мен сіздерге көрсетемін түбір астынан. Мұнда бізде алғашқы есебімізді қарасаңыздар, өрнекті ықшамдаңыз дейді. Осындай есептерде міндетті түрде өрнекті ықшамдау барысында түбірдің астында тұрған өрнегіміздің түбірдің алдында қандай сан болуы тиіс? Міндетті түрде формула бойынша мінекей 2 деген санды беріп отыру керек. Мінекей мына жақта да байқасаңыздар, кішкентай түбірдің ішіндегі түбірдің алдында міндетті түрде 2 деген коэффициент болуы шарт. Ол болмаса, онда шығару қиынырақ, дұрыс болмай қалады. Бұл формула бойынша жүзеге аспай қалады. Сондықтан бізде ең алдымен 2 тұр екеніне көз жеткізуіміз керек. Енді ары қарай бізде былай дейді. А мен Б деген қосынды, мына өрнектерді көрдіңіздер. А мен Б-ның қосындысы ол мынау 8 деген санды беруі қажет. Яғни мен қазір мұнда табуым қажет А мен Б-ның орында тұрған сандарды. А мен Б-ның қосындысы 8 деген санды беру керек. Ал түбір астында тұрған мінекей А мен Б-ның көбейтіндісі бұл қандай санды беру керек? 15 деген санды беру керек. Мына түбір астында тұрған өрнекке қарайсыздар, 15, ол 15 деген сан белгілі бір екі санның көбейтіндісіне тең. Ал мынау 8 деген түбірден сыртқары тұрғаны қосынды болып тұрған 8 деген санымыз, ол екі санның қосындысын беру керек. Яғни қандай сандарды қоссақ 8 болады, қандай сандарды көбейткен кезде 15 деген санды аламыз деп отыр бізде. Ол деген сөз мен былай алайын. Бірінші көбейту ретінде алып отырайық. Мына жерде 15 деген сан бірінші көбейту арқылы алайық. Жарай ма? Қосу емес, бірінші көбейтумен. Қандай сандарды көбейтсек 15-ті береді? Әрине бізде 3 пен 5 деген сандар. 5 пен 3 деген сандарды көбейтетін болсақ, бізде 15 деген санды береді. Ал 5 пен 3 деген сандарды, тура осы сандарды қосатын болсақ, бізде 8 деген санды береді екен. Түсінікті ме оқушылар? Мына жерде байқасаңыздар, бірінші 15-ті алдық, ол 2 санның көбейтіндісі 5 пен 3, және сол 5 пен 3-ті қосқан кезде 8-ді беру керек қой. Қандай сандарды көбейтсек 15, қосқанда 8 болатын сандар, ол 5 пен 3 деген сандар. Демек, мына түбірді бізде ашып жазған кезде, бізде негізінен сіздерге қазір ашылу жазылуын көрсетейін, негізі мағынасы бойынша. Бізде былай негізі мағынасы. Не үшін түбірді қысқартып жіберу? Бұл деген сөз түбір астында 5 қосылған түбір астында 3 деген түрде келеді екен. Осының бізде квадрат. Егер мына квадрат ашып жазатын болсаңыздар, мына ішіндегі өрнек қайтадан пайда болады. Осында бізде мына квадратпен дәу үлкен түбіріміз жойылып кетіп, нәтижесінде жауабымыз түбір астында 5 қосылған түбір астында 3 деген жауап шығады екен. Осымен есебіміз аяқталды оқушылар. Мінекей, осылай жазуымызға болады. Күрделі радикалдан бізде түбірден шығару арқылы жаздық. Және бізде мына жерде байқасаңыздар, екіншісі минус арқылы келген. Ол қай уақытта, егер мынау 2 деген коэффициенттің алдында минус таңба тұратын болса, онда А мен Б-ның орында тұрған сандардың арасы минус болады екен. Және бұл минус болудың да өзінің абайлап ескеретін бір жайттары бар. Қазір мен сіздерге есеп шығару барысында көрсететін боламын. Бұл қосындыға байланысты. Қосынды да осылай шығара береміз. Келесі тапсырмаларымызға өтейік оқушылар. Тапсырма бірінші нөмір тапсырма бірінші есебімізде екеуі де қосынды түрінде келген. Демек, жоғарыдағы тұрған формула бойынша қазір бізде ашатын боламыз. Коэффициент 2 деген сан тұр бізде түбірдің алдында. Демек, бізде былай дейді. Қандай сандарды көбейтетін болсақ, 12 деген сандарды береді. Және қосқан кезде 7-ні беру керек. Ол әрине бізде қандай сандар? 4 пен 3 деген сандарымыз. 4 пен 3-ті көбейтетін болсақ, 12 аламыз. Ал егер осы 4 пен 3 деген сандарды қосатын болсақ, бізде қандай санды береді? 7 деген санды береді екен. Демек, бізде мына түбірді ашқан кезде қандай сандар болады? Түбір астында 4 қосылған түбір астында 3 деген мәнді аламыз. Мына түбірді ашып жазатын болсақ, сонда бізде түбір асты 4 қосылған түбір асты 3. Мен бірден ашып жазбай қойдым, мына квадратмен жойылып кеткен секілді, түбір астымен квадрат жойылып кетіп, ішіндегі өрнек қана қалды. Түбір асты 4 қосылған түбір асты 3 деген өрнегіміз, түбір асты 4 деген саннан қандай сан шығады бізде нәтижесінде? 2 деген санды шығаруға болады. Мына түбір 4-тен 2 шығады. Осыны міндетті түрде абай болыңыздар.
2 қосылған түбір асты 3 ретінде жазуға болады екен. Яғни көбейтсек 12-ні береді 4 пен 3-ті, 4 пен 3-ті қоссақ 7 деген санды береді. Міндетті түрде 2 деген коэффициент болу керек формула бойынша. Демек түбір асты 4-тен бізде қандай сан шықты? Мына жерде 2, ал түбір асты 3 сол күйінше қалады екен. Келесі есебіміз 55 деген сан келген екен түбір астында. Қандай сандарды көбейтсек 55 болады, қосқан кезде 16 болады. Мен ол сандарды былай деп алсам, 11 деген сан мен қандай сан? Әрине бізде 5 деген сан. 55 деген 11 мен 5-тің көбейтіндісі. Келісесіздер ме? Және бізде қосқан кезде 16 болатын сандарымыз, ол бізде 11 мен қосылған 5 деген сандар. 11 мен 5-ті көбейтсек 55, 11 мен 5-ті қоссақ 16. Екеуі екі түрлі болмау керек, бірдей сандар болу керек. Сонда демек мына жерден ашып жазатын болсам, мынандай өрнек пайда болады. Түбір астында 11 қосылған түбір астында 5 деген сан. Екеуі де түбірден шықпайды, демек жауап осы күйінде қалады екен. Мына жерде де екеуінде де есептің жауаптары шықты. Келесі тапсырмамызға өтейік оқушылар. Келесі тапсырмамызда байқасаңыздар өте ескеретін жайт, арасы не болып келді бізде? Арасы, күрделі радикалдың арасы минус таңба болып келді. Яғни 2 деген коэффициенттің алдында минус таңбасы келетін болса, онда абай болу қажет. Мына жерде қазір мен сіздерге ескеретін жайтты көрсетемін. Қандай сандарды көбейтсек бізде 54 болады деген сұрақ. Қандай сандарды көбейтсек 54 және қосқан кезде 15 деген сан болады. Ол бізде 9 бен 6 деген сандарымыз. 9 көбейтілген 6 деп жазып қойсам. Және 15 деген сан болады, ол қандай сандарды қоссақ, әрине 9 бен 6 деген сандарды қоссақ 15 деген санды береді екен. Демек, мұнда бізде ескеретін жайт, бірінші үлкенін бірінші жазамыз. Оқушылар, ең алдымен үлкенін бірінші жазамыз. Түбір асты 9 және арасы минус таңбасымен жазылады. Түбір асты 9 минус 6. Түсінікті ме оқушылар? Мінекей түбір асты 9 минус түбір асты 6 деп жазады екенбіз мына жауапта. Енді мына жерден бізде ары қарай не істесек болады? Түбір асты 9 деген саннан 3 деген сан түбір астынан шыға алады. 3 болып шығады және 3 азайтылған түбір асты 6 түрінде жазсақ болады екен. Ескеретін жайт, үлкенін бірінші, кішісін екінші қатарда жазамыз. Үлкеннен кішісін азайтып жазуымыз керек. Мына жерде былай жазатын болсаңыздар есебіміз қате болады. Көпшілігі кейде былай жазып кете салады. Түбір асты 6 азайтылған түбір асты 9. Главный түбірден шықма, осы жауапты белгілей салу мүмкін. Бұл жауап қате болады. Өйткені жалпы түбірдің астынан бізде қандай сан шықпайды? Түбір асты 6 мен түбір асты 9 азайтатын болсаң, теріс сан шығып қалады. Теріс сан шығып қалады, азайтатын болсақ, түбір астынан, жалпы түбір астынан теріс сан ешқашан шықпайды. Сондықтан мынандай түрде ашып жүрмеңіздер. Бірінші ең алдымен міндетті түрде не жазылу керек? Үлкен сан жазылу керек және екінші орында кіші сан жазылу керек. 6-ны бірінші жазып қойып жүрмеңіздер. Үлкенін бірінші, кішісін екінші жазамыз. Үлкеннен кішісін азайтып жазу керек. Келесі тапсырма бізде 14 деген сан берілген екен. Қандай сандарды көбейтсек 14, ол әрине 7 мен 2 деген сандардың көбейтіндісі. Және қосқан кезде 9-ды беру керек ол сандар, әрине 7 мен 2-ні қоссақ 9-ды беріп тұр. Енді олай болса, бізде мына өрнекті ашып жазатын болсақ, бірінші үлкенін жазам, түбір астында 7, азайтылған түбір астында 2. Не себепті азайту? Өйткені 2 деген коэффициенттің алдында минус таңбасы тұрғандықтан, иә. Егер 2-нің алдында плюс тұрса, онда арасын қосылып жазатын едік. Түбір асты 2 минус түбір асты 7, түбір асты 7 минус түбір асты 2 екеуі жазылды. Енді екеуі де түбірден шықпайтын болғандықтан осы күйінше қалдырады екенбіз. Мұнда түбір асты 9-дан 3 деген сан шығып кетті, сондықтан 3 деп жаздық. Келесі тапсырма үшінші есебіміз. Мына жерде байқасаңыздар, тапсырма үшінші есепте бізде түбірдің алдында қандай сан тұру керек еді? 2 деген коэффициент тұруы шарт еді. Мынау 6 деген санымыз 2 емес, яғни мынау тұрған 6 деген санды 2-ге айналдыруымыз қажет бізде, оқушылар. 6 деген санды қалайша 2-ге айналдыра аламыз? Ол үшін мен мына жерде былай ашып жазып алайық. Келтіріп алуымыз қажет. 14 қосылған. Мынау 6 деген сандарды 2-ге бөліп жүреміз. 2-мен қандай сандарды көбейтсек 6-ны береді. Демек 6-ны 2-ге бөліп жүретін болсам, менде 2 көбейтілген 3 деген түрде жазуға болады. Келісесіздер ме? Мінекей оқушылар, мен 6 деген санды 2 көбейтілген 3 түрінде жаздық түбір астында. Және жанына түбір асты 5 деген сол өрнегімізді көшіріп жазып қойдық. Енді мына жерден бізде не үшін бұлай жаздым? Өйткені формула бойынша мынау 2 сақталуы қажет. Мынау 3 деген санды менен не істеуім керек болады? Мынау түбірдің астында тұрған 5-тің ішіне кіргізуім керек болады. Демек, ол түбірдің астына кіріп жатқан кезде ол не істейтін еді? Түбірдің қасиеттері бойынша оқушылар өткен сабақта көргендей, ол квадратты алып келеді. Түбірдің астына квадратты алып береді. 3 деген саным ішіне кірген кезде квадратталады.
3-тің квадраты бізде 9, 3-ті квадраттайтын болсаң 9 болады, және ішінде тұрған 5-ке көбейтіледі, түбірдің ішіне кіріп жатыр. Яғни 5-тің ішіне еніп жатыр. Демек, 3 деген сан квадрат алсақ 9, 9-ды 5-ке көбейтетін болсақ 45 деген санды алады екенбіз. Мінекей оқушылар, 3 деген сан, 6 деген сан 2 мен 3-тің көбейтіндісі, 2-ке бөліп жібердім 6-ны, 2 мен 3-тің көбейтіндісін берді. 3 деген сан квадратты алып түбірдің астына кірген кезде 2 түбір асты 45 болды. Мінекей, енді барып бізде күрделі радикал формуласына салуға дайын келіп тұр, яғни қысқаша көбейту формуласы бойынша қазір өрнектеп жіберетін боламыз. Ол үшін бізде мынау 2 деген болуы шарт еді, 2-ге келтіріп алдық. Енді қандай сандарды көбейтсек 45 болады деген сұрақ бізде. Ол әрине 9 бен 5 деген сандардың көбейтіндісі. 9 бен 5 45 болады көбейтсек, және 9 бен 5 деген сандарды қосатын болсақ 14 деген санды беріп тұр. Демек, мына түбірімізді ашатын болсақ, түбір асты 9 қосылған түбір асты 5 түрінде жазуға болады екен. Мінекей жазылды. Енді оқушылар мынаны соңына дейін шығарып тастайық. Түбір асты 9-дан түбірден шығаруға болады. Түбір асты 9-дан 3 шығады, қосылған түбір асты 5 күйінде қалады екен. Мінекей есебіміз аяқталды. Келесі тапсырмамыз бізде түбір астында 8 минус 60 деген екен. Мына жерде бізде қандай сан болу керек? Формула бойынша 2 деген сан болу керек. Демек, мен қазір мынау ішінде тұрған 60-тан 2 деген санды шығаруға тырысам. Түбірдің сыртына қарай 60-тан бір белгілі сандардың көбейтіндісі ретінде алып, 2 деген санды сыртқа шығару керек болады. Ол үшін мен былай жасаймын. Қазір қараңыздар. Түбір астында 8 азайтылған. Мынау түбір асты 60 деген сандарды бір 2 санның көбейтіндісі ретінде алуым керек. Ол сыртқа 2 болып шығу үшін түбір астынан қандай сан 2 шыға алады? Түбір асты 4-тен 2 шыға алады, дұрыс па? Демек, мен 60 деген санды 4-ке қазір мен бөліп жіберетін боламын. 60-ты 4-ке бөлетін болсақ, ол қандай сан шығады? 4 пен 15-тің көбейтіндісі ретінде аламыз, 4 көбейтілген 15 деп аламын. Яғни 60 деген сан ол қандай сандардың көбейтіндісі? 4 пен 15-тің көбейтіндісі 60 деген санды береді. Енді осы жерден түбір асты 4 деген саннан сыртқа қарай шығаратын болсақ, түбір асты 4-іміз сыртқа қарай қандай сан болып шығады? Түбірден әрине 2 деген сан арқылы болып шығады екен. Сонда 8 деген сан азайтылған. Мынау түбір асты 4-іміз сыртқа қарай түбірден 2, түбір астында 15 деп жазуға болады екен. Мінекей оқушылар, түбір асты 60 деген санымыз. Демек, бізде қандай сандардың көбейтіндісін берді? Түбір асты 4 пен түбір асты 15-тің көбейтіндісін берді. Түбір асты 4-тен 2 шықты, түбір астында 15 қалып қойды. Тура сол өрнекті мен мына жақта жазып көрсеткен болатынмын. Мінекей, түбір асты 60 дегеніміз 4 пен 15-тің көбейтіндісі. Енді ары қарай бізде мінекей күрделі радикал бойынша ашатын болсақ, түбірді қандай сандарды көбейткенде 15-ті береді? Ол бізде 5 пен 3 деген сандар. Және 5 пен 3-ті қосқан кезде 8-ді беру керек, яғни беріп тұр. Демек, мына өрнегіміз үлкенінен кішісін азайтамыз, Бірінші үлкені жазылады, түбір асты 5, азайтылған кішісі одан кейін жазылады, түбір асты 3. Демек, мына өрнегіміз түбірден осылай ашылады екен. Келесі тапсырмамыз оқушылар, нөмір 4-ші тапсырма. Бізде мұнда түбір астында 2 өрнек қосынды түрінде келген екен. Мына жерге байқасаңыздар, 5 пен 24 деген бүтін сандар қосу болып келген. Демек, бұндай бүтін сандар келетін болса, бірінші ең алдымен қосып аламыз. 5-ке 24-ті қосамын, 5 пен 24-ті қоссаңыздар, 29 қосылған 4 түбір астында 30 деген санды аламыз, Яғни 5 пен 24-тің қосындысын жазып алдық. Енді ары қарай бізде келесі амал, бізде оқушылар мұна 4 деген санды белгілі бір 2 санның көбейтіндісі ретінде алуымыз қажет. Ол 4 деген санды 2 көбейтілген 2 деп алайық. Сонда бізде 29 қосылған 4 дегеніміз 2 көбейтілген 2 және түбір астында 30 деп жазып қоя салайық сол күйінше. Яғни 4-ті 2 көбейтілген 2 деп алдым. Өйткені күрделі радикал формасын салу үшін мұнда түбірдің алдында 2 деген коэффициент қана тұру керек, басқа сан тұрмау керек. Енді мына тұрған 1-2-ні түбірдің ішіне мен қазір енгізетін боламын. 30-дың жанына енгізетін боламын. 30-дың ішіне қарай кіргізетін болсақ, ол кезде бізде мынандай дүние пайда болады. 29 қосылған 2 деген бір саным қалаттан ішінде тұрған 1-2-міз түбірдің ішінде 30-ға кірген кезде ол квадратталып кіретін болады. Мына 1-2-міз квадратталып кіретін болады. 4 деген 2 мен 2-ні көбейтінсе, енді квадраттайтын болсақ, ол 2-ні квадраттасаң 4, 30-ға көбейтеміз. 4-ті 30-ға көбейтсек, бізде оқушылар 120 деген санды алады екенбіз. Енді бізде ары қарай оқушылар мына жерде қандай сандарды көбейтсек 120-ны береді, ол сандарды қосқан кезде 29-ды беру керек. Ол әрине қандай сандар болуы мүмкін? Бізде 20 мен 10-ды алсақ, ол 12 мен 10-ды алатын болсақ келмей қалады. 12 мен 10-ды қоссақ 29 бермейді. Бұл жерде бізде ойланатын сандар қандай сандар? 24 пен 5 деген сандарды алсақ болады екен.
24 пен 5-ті көбейтсек 120-ны береді. 124-ке 5-ті қосатын болсақ, бізде 29 деген санды береді. Осы жерде сәл ойлану қажет болады. Сіздер калькулятормен көрсеңіздер болады. 24 пен 5 деген сандар бола алады екен. Демек, бұл санды бізде былай жазамыз. 24 түбір астында қосылған және түбір астында 5 деген сандар. Осымен есебіміз аяқталды. Келесі тапсырма. Бізде мына өрнегімізді ең алдымен бірінші мына екі санды қосып алайық. 7 мен 32-ні алдымен қосуға болады. 7 мен 32-ні қосатын болса, қандай мән пайда болады? 7-ге 32-ні қоссам, менде 39 деген сан шығады. Азайтылған 8 түбір астында 14 деп тұр, иә? 8 түбір астында 14. Енді оқушылар, формулаға салайын десем, мынау 8 емес, бұл жерде коэффициент қандай сан болу керек? Міндетті түрде 2 деген коэффициент болуы шарт. 2 деген коэффициент қылу үшін мен 39 азайтылған 8 деген санды 2 санның көбейтіндісі ретінде аламын. 2-ге бөліп болсам, 4 пен 2-нің көбейтіндісі деп алсақ болады ғой, иә? 4 көбейтілген 2 және түбір астында 14. Енді осы жерден бізде бір санымыз түбірдің ішіне ену керек. Бұл жерден қазір бізде мынау сыртта тұрған 4 деген сан түбірдің ішіне енеді. Сонда түбірдің ішіне енгізген кезде ол квадратты алып кіреді. 39 азайтылған, мынау 2 деген сан тұра берсін, ал түбір астына енген кезде квадратты алады. 4-тің квадраты бізде 16, 16-ға 14-ті көбейтеміз. 14 пен 16-ны көбейтетін болсақ, бізде түбір астында 224 деген санды береді екен. Мінекей оқушылар, мына 4-ті квадраттадым 16, 16-ның ішіндегі 14-ке көбейтсек, түбір астында 224 деген сан. Енді бізде мына жерде енді ары қарай қандай сандарды көбейтетін болсақ 224 деген шығады, және қосқан кезде 39 деген сан шығады. Ол бізде мына сандар, өздеріңіз калькулятормен есептеп көрсеңіздер болады. 32 мен 7 деген сандарды көбейтетін болсақ 224, және 32 мен 7 деген сандарды қосатын болсақ 39 деген санды береді. Және үлкеннен кішісін азайтамыз, міндетті түрде оқушылар. Түбір астында сонда 32 азайтылған түбір астында 7 деген мәнді береді. Осымен есебіміз аяқталды. Мұнан егер ары қарай ашып жазатын болсаңыздар, былай да жазып көрсетуге болады. Түбір асты 32 деген 2 санның көбейтіндісі 16 мен 2-нің көбейтіндісі, яғни ол 4 түбір астында 2 деп жазуға болады. 32 деген сан 4 түбір асты 2 азайтылған түбір астында 7 деп жазылса да болады. Осылай жазылады. Келесі тапсырма, нөмірі 5-ші тапсырмамыз. Бізде түбір асты 7 плюс түбір астында 48 деп берілген екен. Бұл санды бізде ең алдымен 48-нің алдына 2 деген санды сыртқа шығарып алуымыз қажет. Енді бізде түбір асты 48 деген сандар сыртқа 2 деген сан шығу үшін бұл 4 пен белгілі бір санның көбейтіндісін беру керек. 4 пен қандай санды көбейтсек 48 болады. 48 4-ке бөлетін болсақ, бізде 12 деген санды аламыз, иә? 4 пен 12-ні көбейтеміз. Түбір асты 4-тен 2 деген сан шығады, және ішінде 12 деген санның қалады екен. Демек, мынау қосылған түбір асты 48 деген санның орнына, түбір асты 48-дің орнына 2 түбір астында 12 деп жазуға болады. Осындай алдында ешқандай сан болмаса, 2 деген коэффициентті міндетті түрде шығарып алу керек формаға салу үшін. Сондықтан 4-ке бөліп жария саласыздар. Енді бізде қандай сандар көбейтсек 12, қоссақ 7 болады. Ол 4 пен 3 деген сандар, және қоссақ 7 деген санды береді екен. Бұл демек түбір асты 4 қосылған түбір астында 3. Түбір асты 4-тен 2 деген сан шығады. Үшіміз сол күйінше қалып қоя салады. Есебіміз аяқталды. Келесі тапсырмамыз бізде 15 минус 6 түбір асты 6 деп берілген екен. Бірінші мына бір түбірді бөлек есептеп алам, және екінші түбірді бөлек әрқайсысын жеке-жеке есептеп аламыз оқушылар. Бұл үшін мынау 6 деген санды бір 2 санның көбейтіндісі ретінде алайын. Мынау 6 деген сан 3 пен 2-нің көбейтіндісі. Келісесіздер ме? 6 деген сан 3 пен 2-нің көбейтіндісі. Мынау да бізде 2-ге бөліп жүретін болсам, 2 мен 7-нің көбейтіндісін береді. Демек, мына 3 деген санды түбірдің ішіне енгізетін болсақ, мына 3 деген санды мынау 6-ның жанына енгізетін болсақ, ол квадратты алып береді. Ал мынау 7 деген санды мынау түбірдің астында тұрған 6-ның жанына енгізетін болсам, ол да квадратты алып беретін болады. Өйткені коэффициент 2 ғана қалу керек. Сонда бізде қандай өрнек пайда болады? Мен қазір жазайын. 15 азайтылған 2 түбір астында қандай сан шығады? Мынау 2-міз қалды. 6 деген 2 мен 3-тің көбейтіндісі. 3-міз квадратты алады. 3-тің квадраты 9. 9-ды 6-ға көбейтсек 54 деген сан шығады, иә? Келесі қосылған түбір астында мына 55 деген сан тұра берсін. 55 қосылған 2 түбір астында қандай санды квадраттап
7-ді квадраттап 6-ға көбейтетін болсақ, бізде 49 көбейтілген 6, 294 деген сан шығады екен. Мына өрнектен 294 созайық. 294. Мінекей 2 түбір пайда болды. Шимақталып кеттен, әдемі жазып қойшы. Енді оқушылар бізде 2 деген коэффициентті келтіріп алдық. Ары қарай 2-ні келтіріп алғаннан кейін бізде көбейтіндіміз 54 бірінші есепте және қосқан кезде 15 деген сандарды беру керек. Қандай сандарды көбейтсек 54, қосқан кезде 15-ті береді. 9 бен 6 деген сандар. Келісесіздер ма? 9 бен 6-ны қоссақ 15, көбейтсек 54. Демек, бірінші түбіріміз үлкені бірінші жазылады. Түбір асты 9 минус түбір асты 6 деп ашылады екен. Бірінші түбіріміз ашылды, мінекей, бірінші түбіріміз. Енді келесі екінші түбірімізді бөлек ашу керек. Қандай сандарды көбейткен кезде 294-ті береді, қоссақ 55 деген санды береді. 294 пен 55 санды беру үшін ол 49 бен 6 деген сандар. Келісесіздер ма? 49 бен 6, мынау да 49 бен 6. Қосылған 6. Демек, бірінші өрнегімізден жақшаға алып қоя салайын. Екіншісінде қосу деп бір бөлек жақшада аламын. Яғни біріншісі түбір асты 49 бірінші жазылады және қосылған түбір асты 6. Үлкен мен кішісін жазған дұрысырақ. Бірінші үлкен, одан кейін кішісі. Еді бізде мына жерде түбірлерден шығатын сандарымыз бар екен. Бірінші өрнектен түбір асты 9-дан 3 деген сан шығады, азайтылған түбір асты 6. Келесі өрнектен бізде түбір асты 49-дан 7 деген сан, мына жерден 7 шықты, мына жерден 3 шықты. Және қосылған түбір асты 6. Демек, осы жерден бізде есептейтін болсақ, мыналарымыз жойылып кетеді. Минус түбір асты 6 мен плюс түбір асты 6 жойылады. Қалатын өрнек 3 пен 7-нің қосындысы 10 деген санды береді. Есептің жауабы демек 10 деген сан шығады екен. Есебіміз аяқталды мінекей. Келесі тапсырмамыз бізде 6-шы тапсырма, соңғы бізде тапсырмамыз қалған екен. Біріншісі бізде 4 түбір асты 5 деп берілген екен. Мына 4 деген санды бір 2 санның көбейтіндісі ретінде алатын болсақ, 4 деген санымыз 2 көбейтілген 2 деп алсақ болады ғой, сонда түбір астында мен қазір жазам ал. 9 азайтылған 2 түбір астында қандай сан болады? Мына 1-2-міз ішіне квадратты алып кіретін болады. Мына жерде 2-міз біреу квадратты алып түбірдің астына кіреді қазір. 2-ні квадраттап 5-ке көбейтетін болсақ, бізде 20 деген санды аламыз түбір астына. Және қасында мына өрнекті көшіріп жазып қоя салайық. Көбейтілген жақша ішінде түбір астында 5 минус 2 деген өрнегіміз. Енді оқушылар, қандай сандарды көбейтсек 20-ны береді, қосқан кезде 9. Ол 4 пен 5-тің мәндері. 5 пен 4 қосатын болсақ, 9-ды береді. Демек, бірінші үлкен жазамыз. Түбір асты 5 азайтылған түбір асты 4. Бірінші өрнегіміз кетті, және екінші өрнегімізден бізде түбір асты 5 азайтылған 2 деген сан екен. Енді, мына жақшаларды көбейту барысында бірінші ең алдымен түбір асты 4-ті шығарып алатын болсақ түбірден. Түбір асты 4 деген түбірден бізде қандай сан болып шығады? 2 деген сан шығады, және мынау екіншісі сол күйінше қалады екен. Енді мына жерден бізде қысқаша көбейту формуласы бойынша a минус b деген формулалар екеуі бізде бірдей жақшалар болғандықтан, таңбалары бірдей болғандықтан екеуі көбейтіліп, түбір астында 5 азайтылған 2-нің квадратын береді екен. Демесе бұны ашып жазамын десеңіздер, бұлай ашып жазуға болады. Мына түбір асты 5 квадраттасаң, және 2-нің қосындысы 5 қосылған қысқаша көбейту формуласын ашатын болсақ, азайтылған 2 көбейтілген 2 түбір асты 5 қосылған 4 деп жазуға болады. Бұны бастапқы мен соңғысын қоссақ 9 минус 4 түбір асты 5. Мінекей жауабы бұлай да жазуға болады, немесе жақшаның затына квадрат ретінде жазуға болады. Мынаны мен қысқаша көбейту формуласы бойынша ашып жаздым. Келесі соңғы тапсырмамыз 28 деп берілген екен. Мына екеуінде де 28 деген сан белгілі бір 2 санның көбейтіндісін беру керек. Яғни 4-ке бөліп жүремін. 28-ді міндетті түрде 4-ке бөлемін, өйткені түбір асты 4-тен сыртқа 2 шығу үшін. Демек, 28 деген түбір астында 4 пен 7-нің көбейтіндісі. Түбір асты 4-тен 2 шығады, түбір астында 7-міз қалып қояды. Демек, бірінші түбіріміз бұлай жазылады екен. 8 азайтылған 2 түбір астында 7. Екіншісі де тура солай 8 қосылған 2 түбір астында 7. Енді қандай сандарды көбейтсек 7 болады, қосқанда 8 болады. Ол деген сандар бізде 7 мен 1 деген сандар. 7 мен 1-ді көбейтсең 7 болады, 7 мен 1-ді қоссаң 8 болады. Мына жақта да тура солай. Үлкеннен кішісін азайтып жазамын бірінші. Сонда
түбір астында 7 азайтылған түбір астында 1. Екінші өрнегіміз азайту деп жақшаның ішіне жазамыз. Екеуінде кезек-кезек жақшаның ішіне жазамыз. Түбір асты 7 қосылған түбір астында 1 деген сандар. Демек, біреу қосынды түрінде, біреу азайтын түрінде қазір ашылды. Енді жақшаны ашып шығатын болсақ осы жерден. Жақшаны ашқан кезде оқушылар, мына тұрған жақшаның сыртында тұрған минус әрқайсыны жеке-жеке көбейтеміз. Сонда түбір астында 7 азайтылған түбір астында 1, азайтылған түбір асты 7, азайтылған түбір астында 1. Мұнда енді жойылатын өрнектеріміз түбір асты 7 мен түбір асты 7 екеуі жойылып азайтылып 0 болып кетеді. Және мұнда минус түбір асты 1, минус түбір асты 1 бізде екеуінен де түбір асты 1-лерден минус 1 және минус 1 деген сандар шығады. Минус 1 мен минус 1-міз ол бізде минус 2 деген санды береді екен. Түбір асты 1 дегеніміз ол 1-ге тең өзіне. Минус 1 мен минус 1 қосылып кетіп минус 2 деген санды берді. Ал мына түбір асты 7-леріміз азайтылып 0 болып кеткен болады. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Көріскенше сау болыңыздар. Келесі сабақта көріскенше. Соңғы сабағымызды түйіндейтін болсақ, үйренуден ешқашан шаршама, білім сені биікке әрқашан көтереді. Ешқашан оқушылар белгілі бір тақырыпты үйренуден жалықпаңыздар, шаршамаңыздар, соңында белгілі бір нәтижеге жеткізетін боласыздар. Көріскенше сау болыңыздар.